Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті отандастар, бауырлар, Алла субханаху ва тағала баршамызға мына келген індет оңайлықпен жеңіп шығуды нәсіп етсін. Ауырып жатқандарға Алладан шипа сұраймыз. Өмірден өткендерге Аллах Тағала өз құзырында шахидтердің қатарында қабыл етсін. Қазада, қайғыда отырған бауырларымызға Алладан жеңілдік сұраймыз. Аллах Тағала өткендерінің рухын шат етсін, ауырып жүргендеріне шипа берсін, өздеріне сабыр нәсіп етсін. Оңай емес, тас түскен жеріне ауыр дейді. Бір емес, екі емес, қанша отбасы қазір қиыншылықта. Енді пайғамбар алейхиссалату вассалам бір хадисінде қияметтің белгілерінің бірі адам әркім өз ісімен емес, қолынан келмейтін істермен айналысып кететін жөнінде айтады. Ол хадисте, яғни тікелей мағынасы, жалаң аяқ қой бағып жүрген арабтар ғимарат салумен жарысады дейді. Бұл хадистің негізгі астарлы мағынасында ғұламаларымыз айтады, яғни әркім өз ісімен емес, қолынан келмесе де басқа істермен айналысып кететіндігі жөнінде айтылып жатыр дейді. Бүгінгі таңда шынында да осы әсіресе індет басталғалы бері әркім өз ісін дұрыс атқармағандықтан қаншама қиыншылықтарға тап келдік. Әсіресе өзінің ойынан сын айтушылар, пікір айтушылар, олай емес, былай істеу керек, былай емес, былай істеу керек деп көп адамдар ауырғанын байқамай өткізіп те алды. Енді мен де мамандығым бойынша қозғағым келіп отыр бүгінгі мына тақырыбымызды. Аналитик еместер, анализ жасаумен айналысып кетті. Дәрігер еместер, былай емделу керек, былай емделу керек деп өзінің жақсы болған методын, рецептін жариялап, мүмкін оның денсаулығы мен өзгелердікі бірдей емес шығар, ол ескерілмеді. Тағысын тағы. Бірақ енді барлығына бірдей топырақ шашпайсың, өзі жақсы болғаннан кейін, өзі содан пайда көргеннен кейін, басқалар да соны көрсе екен деген жанашырлық ол да болса. Мен солай қабылдадым. Ал енді мен осы күнге дейін бұған қатысты ештеңе айтпай, көрермендеріме ештеңе ешқандай қозғамай келу себебім де мен тек қана сабырға шақыру, шыдамдылық, төзімділік, Алладан дұға ету, соған ғана кеңес бере аламын, себебі мамандығым да сол. Зерттеп қарап отырып, тарихта, адамзат тарихында адамның басына қиыншылықтар осындай келген кезде көбінесе қарасаңыз адамдар шектен шыққан кезде болған. Пайғамбар алейхиссалату вассаламға дейінгі үмметтердің барлығы белгілі бір күнә істеген кезде Алла субханаху ва тағала оларға азап жіберді. Лут алейхиссаламның қауымы мысалы бір жыныстылық, сихыр Мұса алейхиссаламның заманында, тағысын тағы, яғни әрбір пайғамбардың үмметі белгілі бір күнәні істеген кезде Құдай Тағала оларға азап жіберіп отырды. Енді біздің халімізді қараңызшы, сол үмметтердегі жасаған күнәнің барлығы да бар. Барлығы бар. Бірақ пайғамбар алейхиссалату вассаламның бір дұғасы сізбен бізді қорғап отыр. Я Рабби, менің үмметімді жаппай қырып жіберетін бәле жібермеші деген екен. Бүгінгі таңда қарасаңыз, жаппай қырылып жатырмыз ғой деген ой келуі мүмкін. Жоқ, бұл әлі Алла субханаху ва тағаланың бір ескертуі секілді. Мынау заманымызда цунамилер болды, басқалар болды, біраз халық қырылды. Бұның барлығы да Алла субханаху ва тағаланың сізбен бізге ескерту беріп жатыр, есіңді жина деп жатыр. Кез келген жеміс піскен кезде оны бағбаны қарап тұрмайды, орып алады, барлығын жинап алады. Бүгінгі таңда күнәнің жемісі пісіп тұрған секілді. Алла субханаху ва тағала қарап тұрмайды, бәрін орып алады. Сол үшін де мен айтқым келгені,
істеп жүрген күнәларымыздан бас тартайық, тәубе етейік. Мына истисқа деген бізде бір дұға бар. Жаңбыр жаумаған кезде пайғамбар алейхиссалату вассалам үйретеді. Бала шағаңмен далаға шығып, Алладан жаңбыр тілеу. Қазақта да оны тасаттық деп қолданады. Оның істейтін, ол кезде істелетін іс-әрекет қалай? Әлсіз екендігіңді білдіріп, бала шағаңмен барлығың көшеге шығып, далаға шығып, майданда, кеңістікте, я Рабби, міне әлсіз біз сенің құзырыңда. Біз сенен сұраймыз, берші бізге жаңбыр деп, әлсіз екендігіңді білдіріп, Алланың алдында кішірейіп, Алладан сұрау. Енді қараңыз, бұл бір егіндігіміз үшін, өміріміз үшін керек болған суды сұрау түрі. Ал енді бүгінгі таңда бәлкім одан да қатты қиыншылыққа түсіп те тұрған шығармыз. Енді бүгінгі таңда су жеткізу оңай, барлық жерге тартылды, баяғыдай егінді егіп қойып жаңбырды күтіп отыратын жерлер енді көп емес. Бірақ бүгінгі таңда біздегі мына індетпен күресу оңай болып тұрған жоқ. Сол үшін әлсіздігімізді білдіру керек. Жаппай барлығымыз сыртқа шығу мүмкін емес, себебі оқшауланудамыз. Бұл індет қазір керісінше көбейген сайын, халық бір жерге жиналған сайын өршіп кетеді. Сол үшін әркім өзінің отырған жерінде, үйінде, бала шағасымен Алладан жалбарынып сұрауды көбейту керек. Кейбір топтарда, осындай желілерде барлығымыз жаппай мына бір сағатты белгілеп, сол кезде истихфар етейік, Юнус алейхиссалам дұғасын оқиық, жаңағы Алладан жалбарынайық деген секілді іс-әрекеттерді жасап жатыр. Алла Тағала қабыл етсін. Менің айтқым келгені, әлсіз екендігімізді Аллаға көрсете білуіміз керек. Шыны керек, шектен шығып кеттік. Бір техникада да, білім ғылымда да бір жетістікке жеттік, шыңға шықтық, ғарышты игердік деген секілді адам баласында бір дандайсу пайда болды. Санау Америкадағылармен, арғы құрлықтағылармен көріп отырып сөйлесеміз, яғни сондай жетістікке жеттік деп адам баласы қатты дандайсып кетті. Ғылым жақсы, жетістікке жету керек, бұның барлығы пайдалы, бірақ Алланың арқасында деген нәрсені ұмытпауымыз керек ешқашан. Бізде мүмкіншіліктер қолымызда көбейген сайын дандайсу артады. Қалтаңызда ақшаңыз көбірек болсыншы, емін-еркін сөйлейсіз. Ақшаңыз азайған кезде, Алла берекет бер, жеткізе көр деп жан-жақтан қарыз сұрап, немесе ақша түсетін жерді іздеп, адам баласы қипақтай бастайды. Яғни арқа сүйейтін нәрсең көбейген сайын Алланы ұмыта бастайсың. Али радиаллаху анхудың бір әдемі сөзі бар. Мәне атамата аля малихи фақад қал. Адам баласы мал мүлкіне арқа сүйейтін болса, ол азаят дейді. Адам баласы өзінің біліміне арқа сүйейтін болса, ол адасат дейді. Адам баласы өзінің салтанатына, патшалығына, тағына арқа сүйейтін болса, ол қор болады дейді. Адам өзінің ақылына арқа сүйейтін болса, ол алжиды дейді. Қараңыз, ақылды болсаң, алжымауың керек, керісінше. Малың көп болатын болса, ол азаймау керек. Білімді болатын болсаң, сен қашанда бір шығар жол табуың керек. Адаспауың керек. Тағың бар, патшалығың бар, салтанатың бар сенің. Сен қор болмауың керексің. Неге солай болады деп жатыр? Себебі осы төрт жағдайда да ол Алланы ұмытып қойғандықтан. Сөзінің соңында мәне атамада алалла, кімде-кім Аллаға арқа сүйейтін болса деп жаңағы төрт жағдайдағы адамның халін айтады. Малы да азаймайды, адаспайды, қор да болмайды, ол алжымайды дейді. Байқасаңыздар, мүмкіншілігің көп болған сайын сен Алланы ұмыта бастайсың. Яғни ол кезде көбірек сол бар өзіңнің мал мүлкіңе, дүниеңе арқа сүйе бастайсың. Олардың барлығы да жақсы, керек, өмірге керекті дүниелер. Бірақ солар бола тұра сен Аллаға арқа сүйеуді ұмытпау керек. Сонда сенің малың да азаймайды, алжымайсың, қор да болмайсың, адаспайсың. Бүгінгі таңда менің айтқым келіп отырғаны, бізде мүмкіншіліктер өте көбейіп кетті. Бұрынғы апаларымызды әңгімесін естіп отырамыз. Оттық болушы еді дейді. Оттығы жоқ келінге сын айтылатын дейді.
яғни сіріңке жоқ ол кезде. Не істейді? Әлгі оттықты сөндіріп алмау керек. Түн жарымда жерге қазып, жел тимейтіндей қылып соның ішіне сап қоятынбыз дейді. Қай уақытта қонақ келіп қалса тез ана оттықты алып от жағып жіберетінбіз дейді. Сіріңке жоқ уақыттар. Одан кейін бері қарай келді. Сіріңке табылды, қазан ошақ, ыңғай, барлығы жақсы. Одан бері қарап келсек, газдар шықты, үйдің ішінде, мысалы барлығымыздың ата-аналарымыз сол газ жағып, бері қарайды. Газ жағып, отын жағудан, тезек жағудан арылды. Мүмкіншілік көбейіп жатыр. Бері қарап келсеңіздер, кейіннен кір жуатын машиналар шықты. Қазірше тіпті кептіріп шығаратындары да бар. Яғни жеңілдік көбейді. Ғылым дамыды. Тұрып барып түймені басудың қажет жоқ, қолында тұрған жаңағы басқармамен басқарып отырасың, өшіру, жағу, тіпті мынау шапалақпен де жарықты сөндіріп жағып жатыр бүгінгі таңда. Қарап отырсақ, мүмкіншіліктер көбейді. Сол көбейген сайын адам баласы жалбарыну азаяды. Қазақта төрт құбылас түгел ғой оның деген сөз бар. Яғни қолында бәр нәрсе бар, барлық нәрсе жеткілікті. Ондай болғаннан кейін адам баласы не істейді? Жалынбайды ешкімнен, сұрамайды. Бәтіңкіңнің бауын Құдайдан сұра деген сөз бертінде шықса да, мақал не үшін айтылды ол? Өзің еңкейіп байлай аласың. Бірақ соның өзін мен істей аламын, мен Құдайға мұқтаж емеспін дегенге барып қалма деп жатыр. Алла, тіліңмен айтпасаң да, ішкі жүрегіңмен, я Рабби, аман-есен байлауын нәсіп ет. Кейде болады, бір оқыс қимылдап қаласың, еңкейіп бір нәрсені аламын дейсің, белің кілт ете қалады, болды, сонымен еңкейесіңде қаласың. Солай емес пе? Әлсізбіз негізінде қарасаңыз. Бірақ Алла субханаху ва тағала біз оны ұмытып кетсек те, ол бізді ұмытпайды. Ябна Адам, ей адам баласы, мені еске ал, мен де сені еске аламын дейді. Хадис құдсиде. Бірақ сен мені ұмытасың, сонда да мен сені еске аламын дейді. Не деген махаббат, қараңызшы, өзінің пенделеріне деген. Бұл дүниеде сіз сүйгеніңізге жақсы мәміле жасамаңызшы, кері мәміле, взаимность дейді орыс тілінде, жасамаңызшы. Ол да шаршайды бір күн. Не, мен ғана саған тек қана асты түсіп өле беруім керек па? Сенен неге сондай қарсы әрекет болмайды деп, ол да бір күн жалығады. Сол Алла субханаху ва тағала өзінің жаратқан пендесін, ол кетіп бара жатса да, не дейді? Құран кәрімде я юханнас, я юхал инсан, жеке-жеке айтып отыр, қараңыз. Мұсылман, яхуди, христиан, кәпір бөліп жарып жатқан жоқ. Я юхал инсан, ма ғаррака би раббикал карим. Жомарт болған Алладан кім сені алыстатып жатыр? Кім сені алдап жатыр? Яғни араға түсіп жатқан кім? Жомарт Алладан сені бөліп жарып жатқан кім? Не нәрсе? Не нәрсеге сені алданып жатсың? Әрқайсымызға Алла субханаху ва тағала маған қарай бұрыл деп жар салып жатыр. Сол үшін халіміз бір жетістікке жетіп, шыңға шығып жатсақ та, немесе төмен түсіп, қорланып жатсақ та, Алла субханаху ва тағала бізді тастамайды егер оған бұрылатын болсақ. Біз одан алыстадық па, алыстаған сайын Алла субханаху ва тағала өз халімізге, қолыңыздағы мүмкіншіліктеріңізге тастап қояды. Бірақ соншалықты күнәға белшемізден батсақ та, бүгінгі таңда Алла бізді тастамай жатыр. Қараңыз. Бүгінгі халда, енді әлемде болып жатқан, бірақ өзіміздің көзіміз көріп, елімізде болып жатқан нәрселерге шамалы назар аударайық. Мен ауру сырқауға ұшыраған туған туысқандарымыз бар, басқасы бар, барлығымен хабарласамыз. Сонда бір кішігірім бір өз саламнан, өз көзқарасымен бір зерттеулер жүргізіп қарадым. Қоғам барлығы бірдей біреуден көруге әбден дағдыланып қалған. Ой, үйтті, бүйтті, ананың кесірі, мынаның кесірі деген секілді. Оны айтуымен сіз ештеңе өзгерте алмайсыз. Жағдайды өзгерте алатын орынға барып айтуға шариғат рұқсат етеді. Ол ғайбатқа да жатпайды тіпті. Ал құр отырып алып екі адам анадан ғой, сол мынадан, соның кесірі анау болмау керек, бүйту керек еді деген секілді нәрселер босқа адамның ішінде сасыған картошкілерді арқалаған қап секілді ішіңізде жамандық жинай бересіз.
бір туыстарымыздың бірі ауырып жатты. Болған оқиға дәрігерлердің де аузынан естідік. Жаңағы аппаратпен тыныс алып жатыр. Орын жоқ, білесіздер, реанимацияларда. Бұдан да нашарлау кім береді дейсің, бірақ бұлардың да халінің да нашарлау, бірақ қайсысы береді дейсің қазір деген сөзді естіп, әлгі кісі, енді Алла сауаптан жасын атына айтпай-ақ қояйық, естіп қалдым дейді. Дәрігер шақырдым дейді, бері кел. Кім ол ауырып жатыр? Осындай сіздердің де халдеріңізден нашарлау, алып кел. Ауысып болсын бір нәрсе қылып әйтеуір тыныс алайық деп. Реанимацияға басы кіріп үлгерген жоқ, жаны үзілді дейді. Хадисте келеді, пайғамбар алейхиссалату вассалам заманында бір шайқаста өзінің бауырының, су деп жатқан бауырын тауып келіп су берейін деп жатқанда, жанында жатқан бір бауыры, мұсылман бауыры, яғни су дейді. Сонда ана өзінің інісі, су алып келіп тұрған інісі соған айтады, бауыр, анау менен де халі нашар секілді, соған баршы деп. Оған жүгіріп барады, оған суды берейін деп жатса, ар жағында тағы біреу су деп айқайлайды. Өзі мұқтаж болып тұр, бірақ анаған баршы, анаған берші, менен де мұқтаж ау деймін дейді. Үшінші адамға барған кезде ол жаны үзіледі. Оған бере алмадым ғой деп екінші адамға келсе, ол да жаны үзіледі. Өзінің бауырына келсе, ол да жаны үзіледі. Сын көзбен қарасақ, ой ақымақ па, бірінші жаңа келіп тұрған адамға беріп алып, одан кейін ар жаққа барып емес пе, солай істемеді ма деген секілді сын көз айтыла береді, сын сөздер. Бірақ ол жерде қараңыз, мұсылманның мұсылманға деген бауырмашылдығы. Бізді пайғамбар алейхиссалату вассалам дәл солай сипаттады. Мұсылман бір тұтас салынған ғимарат секілді дейді. Бір адамның тәні секілді дейді. Аяғың ауырып жатса, мен ауырып жатқан аяқ қой, ұйықтай берейін деп жата алмайсыз. Барлық дене мүшеңіз не істейді? Мазаланады. Мұсылмандар солай дейді. Бірі қиналып жатса, екіншісі де емін-еркін ұйықтай алмайды дейді. Сондай адамдарда қоғамда әлі арамызда бар екен. Ауырып жатып, Құдай саған не жаздым деп жатқандар да бар. Қателікті мойындай білуіміз керек. Қатты халге, сондай ауру жағдайға түскен кезде Алла субханаху ва тағала адамның үш бірдей нәрсесін алып қояды екен, тәнінен. Пайғамбарымыздың хадисінде келеді. Біреуі әл-қуатының күшін, екіншісі дәм сезу. Ол тек қана коронавирусқа қатысы жоқ. Жалпы қатты ауырған кезде де байқасаңыздар тәбетіңіз болмайды. Ес сезгеніңізбен бүйтіп бір мынандай тамақ жегімге батыр, мынандай тамақ жегімге батыр деп бір тамақтаңдай алмайсыз. Көбінесе сорпа ішіп терлеп әйтеуір ауырған кезде сондай халге түседі. Үшіншісі күнәсі дейді. Осы үш нәрсені Алла субханаху ва тағала көтереді екен. Әл-қуатын жаңағы емделіп жақсы болғаннан кейін қайтарып береді. Аузындағы дәмін, тәбетін яғни қайтарып береді. Күнәсін көтеріп тұрған періштелер не істейік, қайтарып берейік па деген кезде, егер ол Алланы еске алып, ауырып жатқанда Аллаға жалбарынып жатса, күнәсін теңіздің түбіне лақтырыңдар дейді екен. Сол үшін осындай халде көбірек Алланы еске алып, тәубе етіп, истиғфар етіп, өзіңізді күресіп, жаңа дәрігерлердің айтып жатқан дүниесін, упражнение дейміз, жаттығулардың барлығын жасауымыз керек. Менің айтқым келгені, рухани халіңізді тастап қоймаңыз. Бұл қатты көмек береді. Я Алла, сенің құдіретің күшті, мен саған сенем, мен жеңіп шығам деген ішкі дұғаңызды тастамаңыз. Сұрай беріңіз Алладан. Қатты қиналған кезде біреудің келіп ақыл айтқаны жақпайды әрине. Бірақ көріп отырғандар болатын болса, немесе ағайын туыстарыңызға жеткізіңіздер. Ішкі Алланың алдындағы мынау рухани дүниесін байыта берсін, тастап қоймасын. Алладан үміт үзбесін. Егер соңғы халі болатын болса, соңғы халі Аллаға деген Алламен мәміле арқылы кетеді. Өмір беріп Алла қайтып жақсаратын болса, жаңағы күнәларының барлығын тастайды. Сөйтіп тазартады. Ла бәса тахурун иншаалла деген дұға бар. Ауырып жатқан кісілерге барғанда сөйтіп айтылады. Ай, оқас жоқ. Тазалық Алла қаласа, бұл тазалық, яғни Алла сені бір тазартайын деді, бір тазалап жатыр деген секілді. Муса алейхиссалам өзінің аса таяғын Алла субханаху ва тағала тастады. Фирғауынға барып үгітте уағыз айтты деді. Сол кезде мен қайтып барам, ол күшті ғой, мені өлтіреді, менің жағдайым келмейді деген секілді Муса алейхиссалам қорқынышты баяндайды өзінің жүрегіне.
сонда алла субханала тағала қолыңдағы таяғың не болды деп сұрайды. Сонда таяқ қолыңдағы не деп сұрады, иә? Оның пайдасын айт, оның не үшін, неге қолданасың деп сұраған жоқ. Қолыңдағы не деді, болды. Мұса алейхиссалам не істеді? Дереу оның пайдаларын айта шығады. Мен талдардың жапырағын түсіремін, малдарымды бағамын, жаңағы қорғаймын деген секілді. Мен жаңа айтып жатқан нәрсем, біздің қолымызда мүмкіншіліктер көп, сол пайдамызды көбірек айта береміз. Менде мынандай бар деген секілді пайдамызды көбірек айта береміз. Ол көбірек айтқан сайын Алланың құзырынан алатын дүние бізден алыстайды. Сенде жоқ болғаннан кейін саған береді Алла. Сол үшін көбірек өзіміздің әлсіз екендігімізді білдірейік. Әлсіз екендігімізді білдірген сайын Алла субханаху ва тағала сізге рахымы жауып, мейірімі жауып, сізге көмектеседі. Дәрі-дәрмек ішіп жатырмыз, оның барлығы да дәрігерлердің кеңесі, оның барлығы керек. Бірақ менің айтқым келген i'tiqad, мына жақтағы сенім Аллаға болу керек. Егер Алла қаламаса, бұл дәрі-дәрмек маған шипа бере алмайды. Алла қаласа, мен бір кішігірім дүниеден де жақсарып кетемін деген бізде сенім көбірек болу керек. Алла субханаху ва тағала ауырып жатқандарға жеңілдігін берсін. Енді осы тұста тағы да біздің жаңа айтып кеттім ғой, біреуден көруге қатты құмартып қалғанбыз. Біздің пейіліміз соншалықты бұзылып бара жатыр. Тек біреуден көре береміз. Тіпті мынау дәрі-дәрмектердің қымбаттап жатқанына да қатысты жаңағы ішімізді негативпен толтырып жатырмыз. Әрине, мен ол кісілерді ақтап жатқан жоқпын. Нәпсіне беріліп, адам баласы қиналып жатқан кезде сөйтіп дәрілерді көтеріп, үстемелеп, пайда көріп қалайын деген секілді пиғылдарына өздері жауап береді. Жаза да, саза да бір Алладан. Менің айтқым келіп отқаны, тіпті сол жерде де біз өз-өзімізді негативпен толтырмайық. Не істейміз? Біреудің істеп жатқан ісін, оны сынға алып, ертең дәл сондай сынға сізде түсіп қалуы мүмкін. Адам баласы біреуді сынаған сайын Аллах Тағала айтады: мен оған ауа беріп тұрмын, рызық беріп тұрмын, мен оған барлық нәрсені беріп, мен оның тәубесін күтіп тұрмын, сен кім ол, оны сынайтын дейді. Сол үшін біреуді сынаудан барынша аулақ болайық. Бірақ солардың іштерінде де бар, қоғамда көріп жүрміз. Дәрілерді қымбаттатпай, барынша халыққа пайдам тисін. Мен осындай жағдайда пайда үстемелеп үстіне ақша қойып пайда көрмей-ақ қояйын деп жеңілдік жасап жатқан дәріханалар, тіпті акция ұйымдастырып тегін қатты қиналған жандарға тегін беріп жатқандар да бар. Ол кісілерге де кеңесім, осы ісіңіз үлкен сауапты іс, бірақ Алла ризалығы үшін деген кішігірім бір ниет. Ең маңыздысы сол. Себебі көзіміз көріп отыр. Сондай игілік жасап отырған мекемелерге тексеру келіп, жаңағы бір арыз түсіп, соның үстінен тексеріп келіп, қадағалап жатқан кезде ауыздарынан шығып кетіп жатқан сөз: мен осынша халыққа көмектесіп жатқанда сендер неге мені тексеріп отырсыңдар деген секілді міндет шығып кетіп қалады. Ол істің ешқандай сауабы болмайды егер сіз міндетсінетін болсаңыз. Құдай үшін істеңіз, Алла көріп тұр барлығын. Барлығында Аллах Тағала сауапсыз қалдырмайды. Бірақ біздің ішіміздегі ниетіміз. Сол үшін құрметті көрермендер, құрметті ағайын, Алла субханаху ва тағала ауырғандарға тағы да шифа берсін дейміз. Өткендерді Алла рахмын алсын, шәһидтер қатарында жәннаттың төрінен жай берсін.